Берекелі дастархан арнайы жұмасының бүгінгі тақырыбы мал сою әдісі және оларды мүшелеу. Мал сою әдісі той өткізетін, соғым соятын және ең алдымен сойылатын малды алдын ала іріктеп алады. Өсімтал, сүтті, жүнді, жорға, жүйрік сияқты асыл тұқымды малдардың пышаққа ілінбеуін қадағалайды. Төлдерге ен салу, еркектерін тарттыру, жылқыға таңба салу кезінде мал иесі әр малдың өнімді өнімсіздігін, аман-жамандығын байқап, қартайған қыстан шыға алмайды деген тағы сол сияқтыларды сойып алады. Малды семіртіп сояды. Мал соярда мал сойушы қасапшы пышағын жақсылап қайрап және де бисмиллахын айтып барып бауыздау қажет. Қой сойғанда оны жығып, төрт аяғын мықтап байлап бауыздайды. Терісін сыпырып, бас сирағын алғаннан кейін төс етін бөлек сылып алады. Жас төстікті тұздап, үйітіп пісіру, бөліп жеу, үлкендерге ауыз тигізу салты бар. Әдетте шек қарын алынғаннан кейін кеңірдегі суырылып, өкпе бауыры, жүрегі тұтас шығарылады. Жүректің ішіндегі қаны ағызылып, ұқыптылықпен жуылады. Содан кейін екі бүйрегі алынып, екі жанбастың түйіскен жері, яғни шаты ажыратылып, тік шекпен қуық алынуы керек. Содан кейін сүбе қабырға сөгіледі. Мойын, арқа, бел омыртқалары бұзылады. Қойдың құйрығы бөлек алынады. Не болмаса жамбастарға жіберіледі. Сиыр да қой ешкі сияқты сойылады. Түйені сойғанда терісін арқасынан бастап іреп сояды. Мойынын ұзын болғандықтан екі жерден бауыздайды. Мойын терісі бөлек алынып, торсық немесе қамыт тігеді. Түйенің алдымен өркеші, сосын қолдары алынады. Қалған жағы сиырдікіндей бұзылады. Жылқыны да сиыр, қой, ешкі сияқты бауыздап сояды. Жылқының қазысының қалыңдығын әдетте елімен өлшейді. Бір елі, екі елі, табан, сері елі деп айтуы мүмкін. Мал сойғанда мүшелеп пышақпен ғана бұзу керек. Адамға зиянды бездер мен тамырларды әдетте сойушы алып тастайды. Малдың етінің түрлі мүшелерінің қазақша аталатын аттары бар. Бас жақ мойын, бұғана, екі жақты 3 талдан 6 тал. Қара қабырға 6 тал, сүбе, етегімен алынған 6 қабырға, қазы 20 қазы, қабырғасыз да семіз жылқыда. Төс, қыз келіншек күйеулер үшін. Төстік, қойдың мүшесі солай аталады. Кәрі жұмыр, асықты, тоқпас желіктер, жанбас, жая, жылқыныкі сауыр еті, белдеме, мойын, ұзын омыртқалар, жүрек, қыз баланың сыбағасы, қарта, тоқ шек, ащы шек, қарын, өкпе, сирақ деп аталады. Білмегенімізді есімізде сақтап, айтылған ақпараттарды кәдемізге жарата білейік.